Сәлем оқырман, біз бүгін өте дәмді болып шығатын осындай лаваштағы салат жасайтын боламыз. Бізбен бірге соңына дейін болыңыздар. Алдымен лавашын дайындап аламыз. Осындай оған фольга қажет болады. Фольганы төртке бүктейсіздер. Енді фольгамен лаваштың формасын келтіреміз. Оған осындай вандуэланың банкысы қажет, немесе кез келген форманы салсаңыздар болады. Оның үстіне осылай қойып жан-жағын формаға келтіріп аламыз. Және 20 диаметр қылып осындай біздің лавашымызды кесіп аламыз. Лавашты жаңағы форманың үстіне қойып, тағы да формасын келтіріп қолымызбен басып жіберетін боламыз. Оның үстіне жұмыртқаның сарысын жағып 200 градус духовкада 10 минутқа қызартып пісіртіп аламыз. Келесі салатымызды жасауға кірсек, оған тауықтың төс етін осылай 4 пішті қылып турап аламыз. Тураған тауықты маринадтайтын боламыз. Яғни оның үстіне тұз қосамыз, бұрыш қосамыз, және үгітілген сарымсақ қосамыз, және паприка қосып, оның үстіне майонезді де қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Және 10 минутқа кішкене сіңгенше қоя тұрсаңыздар болады. Біздің маринадымыз дайын болғаннан кейін қызып тұрған табаға салып қуырып алатын боламыз. Қуырғанда әдемі болып піседі, яғни 5-10 минут қуырылады шамамен. Осылай қызарып піскеннен кейін біз тауық етімізді түсіріп алатын боламыз. Және келесі кезекте басқа да салаттың ингредиенттерін турауға кірсек, маған бір порцияға арналған салат болғандықтан осындай кіші қиярдың 2-еуі қажет болды, немесе үлкен қиярдың 1-еуін алсаңыздар да болады. Осылай ірілеу қылып тураймыз, және жаңағы піскен тауығымызды қосамыз. Орташа жуанның 1/4-ін турап салатын боламыз, немесе жасыл жуанын да қосып жіберсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Бізге осындай сухарики қажет, және оның үстіне тұз қосып, және бұрыш қосып, және майонезбен араластырамыз, яғни біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырып жіберсеңіздер болады. Өте керемет дәмді салат болып шығады. Сіздер жасап көрсеңіздер болады. Мен өте жақсы көремін бұл салатты. Дастарханға да, қонаққа да ұсынсаңыздар өкінбейсіздер. Біздің манағы лавашымыз дайын болды. Осы лавашқа жаңағы тураған салаттарымызды ортасына салатын боламыз. Барлығын бірден салып жіберсеңіздер болады. Яғни бұл бір порцияға арналған салат өте дәмді, керемет болып шығады. Оның үстіне осындай пай картофелін қосып, яғни үстіне сәндеп қоясыздар. Өте дәмді, әдемі көрінеді. Не қараңыздар, осылай бетіне үйіп қойсаңыздар болады. Және аскөкпен әсемдеп қойсаңыздар да өте әдемі болып көрінеді. Міне біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса каналға тіркеліп кетіңіздер. Өте жеңіл, оңай салаттардың бірі. Құрамы да қолжетімді. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен салтанатты ас болсын.